Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Ресейдегі мигранттарды өз елдеріне қайтуға үгіттеп жатыр. Әлеуметтік желілерде Новосибирскийде мигранттар үшін ілінген үн парақтардың суреті тарап жатыр. Жергілікті тұрғындар мигранттарды туған елдеріне оралуға шақырған, үн парақтарының ілініп жатқанын байқаған. Плакаттарда Ресейдің жақын шет елдермен шекаралары ашық екені жазылған. Жақсы жаңалық, сен үйіңе орал, өз еліңде экономикасын көтеруге көмектесе аласың делінген үн парақта. Үгіт-насихат қағаздарында мигранттардың отаны саналатын бірнеше елдің тізімі бар. Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Армения, Грузия және де Тәжікстан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.